оспанды қайғыдан сергіткен соң сұлубай іштей қуанулы еді. Ойға алғандарын ақтаруға ыңғайланды. Оспанға таяна отырып, қайту керек дейсің-ау? Қазіргі жағдай өте күрделі, өте шиеленісті болып барады. Шегірткедей қаптаған шерік шеп жайып, тұс-тұстан анталап келеді деді де жай күрсінді. Басына қара желек жамылған иіні түсіп, көз еттері қанталап, шырайын шыбыртқымен осқандай тырнақ табы қағылған мемейге көз қиығын тастады. Қызыл сары ажарға қасірет ноқтасы түскен, ұзын кірпіктері юпаланған, ат жағы сорайып қатты жүдеген мемейді іштей аяп, жай күрсінді де сөзін қайта жалғады. Ер азаматтардан өшін ала алмаған үкімет жайын бұқараға аузын басып, бізді тізе бүктірмек. Қазір шеріктер ел ішіне кеулеп кіріп алды. Соғысуға ыңғайсыз болып тұр. Сондықтан қарулы күшті Шіңгілге топтап, Шіңгілді жаудан босатып артық шеп құрсақ. Күшімізді бытыратып тиіп қашып соғысқанымызбен жеңіске жетуіміз қиын. Ол үшін артық шеп құрмасақ болмайтын көрінеді. Көптен бері ойда жүрсе де, жүзеге аспаған осы жобаны кәдеге жаратуды көбегенде құптап, ошың енді сырғақтап жан сауғалауды қойып, теке тіреске көшетін кезіміз жетті деді. Жан серіктерінің ақылымен қайғыдан серпілген Оспан ілулі тұрған күміс белбеуін алды да белін шарт буды. Қорғасын оқ салған тұлыбы мен найзасы қайырулы сирақтары бесатарын иығына салды. Бірнеше күннен бері қаңтарылу қалған ақбозына ер салдырды. Кеше қасірет құшып, жан сарайын қараңғылық торлап, тірлік атты қасқа жолдың сұлбасы сөнгендей сезіліп еді, байқаса сөнбепті. Тіпті маздап лаулап бара жатқандай екен. Ол атқа қонып төбеге шыққанда соңынан ерген ер азамат қатарының молайып қалғанын байқады. Тірлік деген осы екен ғой. Ұрпағым өлсе де ұлысым өлмепті. Мен неге тарығам енді деп іштей толқып, іштей сенім байлады. Қыс өтіп жаз келіп, ауысып тұрар өмірдің тағы бір қоңыр көзі жетті. Төр жайлауға қылаулап қар жауғанымен бөктер өзен бойлары сарала қамқаға оранып, күз күннің сұрғылт шуағы күрті мен сұпты, қу ертіс бойын нұрландырып, ту дала түлкі жонындай құлпырып тұрған. Оспан мен Сұлубай елді өндір қара шәкірті бойына еңкейтіп тастап, Тоқтыбай, Әлқайдар секілді қанды ұрыс сынағынан өткен азаматтарды Шіңгіл жаққа кеше аттандырды да, өздері қос қызылдың ортасындағы уәделі жерде демалып жатыр еді. Кенет сұпты жақтан сыңғырлай сөйлеген дауыстар естілді. Бәсе, Арыстанбектер айтқан кезінен жаңылмаушы еді. Шерияз, қара шалдарынан шықсаншы, деді Сұлубай. Шерияздан бір бұрылыс аттағанша салаң етіп кілең қосар атты бөктеріншектері бар бір топ жігіт сайды құлдап қастарына таяп қалған еді. Қазақтың өлшеусіз кеткен сахарасы басқа халыққа тылсым, адресі жоқ сияқты көрінгенімен, осы өлшеусіз далада өскен халықтың бір жүрген жерінен адаспайтын, бір көргеннен жаңылмайтын ғадеті туада қалыптасқан ба? Айсыз қараңғы түнде бірнеше жылдың алдындағы ат арқан қазығына дейін адаспай табатын қасиеті болады. Сол қасиеттен болса керек, Оспандар отырған жерге Ерінқан мына бір топ азаматты уәделі кезінде төбелерінен түсірген. Жатаған болса да тұрқы есік пен төрдей торы төбел атқа мінген қоңыр қаптал шапанды, өкілі пұшпақ тымақ киген кесек денелі біреуді Оспан анадай жерден шырамытты да, апыр-ау, мына келе жатқандар қобдалықтар ма қалай? Бұларға не жоқ? Деп сөзін жиғанша кесек денелі кісі аттан апаш-құпаш түсіп сәлем берді де Оспанмен қолдасып амандасты. Бұлар баспанасыз күз күнінде маңдайларын төсеп жайғасып отырды. Әлгі еңгезердей кісі сұлуша етіп сәнімен қойған жіңішке қара мұртын сипап қойып, ошың, дүние халі осылай. Өзекті пендеге әртүрлі өлім болмақ. Амал қанша, балаларың жау қолында қаза болған екен, топырағы торқа, жаны жаннатта болсын деп көңіл айтты. Әбден жайғасып амандық сұрасу, көңіл айту аяқтаған соң Оспан, мына кісі қобда жақта тұратын туысымыз айтуған қалқаш болады деп таныстырды. Басымыздағы үй пана болмай, бауырымыздағы қазаннан тамақ іше алмай, торғайдай тозып жүрген күйіміз осы. Алтай күмбетіндегі Керей Найманның қараған патшасы хан болмай құны болды.
ел ағалары игі жақсыларды алдап та зорлық күшпен де байлап матап әкетіп көзін жоюда. Алдағы атартаң батар күнді болжау қиын, өмірден өлім жақын күйдеміз деді. Бұл күндері Оспанның қасынан алыстай жүрген ақылшы серіктері Ғадылхан Сұлубайлар бас изегені болмаса тіс жарған жоқ, үнсіздікті қалқаш бұзды. Ел ағайын туыстар бәрін де естіп біліп отырмыз. Ошыңның үйіне көңіл айта келуден басқа да бұйымтайымыз бар. Сіздерге қалқа жеріндегі ел басыларының сәлемін де ала келдік, деп жуан саусақтарымен мұртын сипап, сәл кідіріп алған әлетте Оспан қасындағы серіктерін таныстырып шықты. Бәрлеріңізді естуім бар. Сұлубай деген әнші батыр жігіт сіз болдыңыз ғой. Сүлеймен екеуіңізді атса оқ өтпейтін, тартса дүрбі жетпейтін сиқырлы батыр деген аңызды да естігеміз. Лайым солай бола бергей деп салмақпен жан-жағын бір шолып өтті. Сіздер бостандық, теңдік, азаттық үшін арпалыс қан төгіп жатырсыздар. Мына іргелеріңіздегі біздің моңғол ағайындары сіздерді қолдаймыз, көмек береміз деп отыр. Шерушінің тәйшісі Дәлелхан Сүгірбайұлы да Қазақстаннан қайтып Алтайдағы азаттық жолына қан төккен азаматтармен бірге боламын деп сәлем айтты. Мен сіздерге Мұхаммедтің ақ туындай ақпар жеткіздім. Бар жұмысым осы. Мынауың тәуір ақпар екен, деп Оспан Сұлубайға көз қиығын тастады да. Апырау, Дәлелхан тәйші Дихуа түрмесінде деген сөз қалай болды? Орыстағы қазақтарға қалай қосыла кетті? Бүгін осы далада бірге түнеңдер. Дәлелханның халін, моңғолдың көмегін толық айтыңдар. Сосын ақылдасып бір жауабын берелік деді. Қалқа шашылып жарылып әңгіме қозғамады. Бір сөз кезегінде Дәлелханның халін өз аузынан естігендеріңіз жөн болар. Мен артық, кем айтып, ертеңгі күні өтірікші болып қалмайын деп еді. Сұлубай жөн көрді де қалған сөзі ертең сөйлесуге келісіп дала төсегіне бас қойып еді. Оспан осыншалық қанжылық болып жүрген шақтарда басы жерге тисе-ақ шыр ете ұйықтап қалатын. Бүгін қалай екен алағызып бір түрлі жайсыз күйге түсті. Осындай мазасыз сәттерде адам баласының басына қай-қайдағы оралатыны болады. Кенет оның санасынан мәңгі өшпес тәтті бір оқиға көз алдына бұлаң қағып көлденеңдей берді. Сол бір түнгі оқиға есіне түссе-ақ бетін жалын шарпығандай тұла бойы ду ете түседі. Нәпсі құрғыр қиын ғой. Төсеніші жер жамылшы аспан құсап, бостандыққа бола жылы төсектен алыстап жүрген күндердің бірі еді. Тап бүгінгідей ашық күннің айлы түні болатын. Көптен бері кеудені кернеп мазаны алған құмарлық құрты Оспан Екеш Оспанды да желіктірді деші. Ол өзін-өзі ұстай алмай, Баянның киіз үйін түңлігі жабылып, ауыл адамдар жатқанша ұзақ торуылдады. Елдің көзі ұйқыға бара бере, ол сырт киімдерін шешіп қанжығаға байлады да, атын да мықтап бекітіп тастады. Сосын елікті бас салатын арыстандай баспалап келіп, Баянның қараша үйінің ергеншегін еппен ашып ішке енген. Қанша нәзік болса да, еркекке қарағанда әйел заты нәпсіге әуел тізгін ұстатпайды емес пе? Оспан екенін қуышы сезген Баян дым шығармай қол-аяғын бауырына қысып, іштей ғана дем тартқан. Оспан торғын көрпені сусытып ашып, қойнына кіргенше де дым білдірмеді. Оспан қапсыра құшақтап бауырына қысқан сәтте, қойшы, әдепсіздік істемес, деп әйелге тән бір түрлі нәзіктікпен қымсынды да, Оспанның тұла бойынан бұрқыраған еркек иісі, сезім гүлі сөнбеген еркексіреп жүрген жас әйелдің нәпсісін тежеуге келтірмеді-ау. Қонысып жатқан буындар босап, қарнына қарай иілген тізесі салдырап көсіле берген. Еркек иісін ерекше аңсаған бишара әйелдің аппақ сазандай денесі балқып, ақ білегі Оспанның мойнына оралды. Алғашқы қымсынумен ұялуды жігіттік ыстық демімен тұла бойындағы жалыны жұтып жібергендей, ендігәрі кезек-кезек емін-еркін аймалап, құшырлық құзырына ауған. Ал көптен бері мұрын тек мырыш пен адам қанының иісіне кәнігіп, әйелге деген зарлықты ұмытқан Оспан да Баянның ыстық тәнін сағынып, армандағандай қапсыра құшақтап кеудесіне басып, айдай ажарын аймалап жатып, мезеттік ләззатқа мас болды ма, әлде қандай жорықтың азабы титықтатты ма, көзі ілініп кеткен. Еркексіреген Баянның қара көзі моншақтай мөлдіреп, от боп жанып, ыстық құшақта мауқы қанар рахаттана батып жатқанда,
тақ төбеден ән салып өтіп бара жатқан аққу әуені естілді. Оспан селт етіп оянды, көзін ашты. Үй іші біртүрлі мүлгіп тұр еді. Баянның омырауына тұмсығын тигізіп жатқан Оспан: «Жаным Баян, немене? Аққу әні ме? Әлде қорғызындай сенің лебің бе? Құлағыма тамаша бір үн келді ғой», талмаусырап деді Баянның айдай аппақ тамағын аймалап. Баян оның құйқалы құжғыш төбесінен құйған құрыштай шымыр арқасынан емірене сипап жатып: «Аққу ғой батыр», деп құймырлана орай жүн басқан Оспанның кеудесінде иіскеледі. Бір түрлі ләззат құмарғанғандай жан сарайынан терең дем алды. «Аққу дейсің бе? Жөн, екеуміздің ендігі күнімізге құс патшасы киелі аққу мына айлы түн куә болғай», деді де құшағын босатпай мауықты еркектік назбен: «Алла тағала соған жазғай», деді Баян да бір түрлі нәзік құлаққа жағымды әуенмен. Екеуі бірденедей жабысып жатып, таң шеті саз бере құшақ айырысқан еді. Өзіне тәтті сезілер осы бір сәттерді еске алып, кеш ұйықтаған Оспан бей-жай күйге түссе де, Қалқашпен болған кеңесте сергек отырды. «Біз қазақ бетпақ далада адасқан аққу, тентіреген мүсәпір пенде сияқтымыз. Арқа тірер сүйеніш, табан тірер тиянағымыз жоқ күйдеміз. Қазіргі таңда орыс болсын, моңғол болсын, әмірі зор, әскері мол, қару-жарағы толық ел. Өзіңе сеніп мына бір хатты жазып, өзіңе қосып адам жібергелі отырмыз», деді де Сұлубай кесек-кесек қиқы-шойқы әріптермен жазылған мынадай хатты дауыстап оқи жөнелді. «Қалқа жеріндегі қан-қарындас туған-туыстарға дұғай сәлем. Сіздердің кісі жіберіп сәлем жолдағандарыңызға, көмек қол созамыз деген ықылас бейілдеріңізге рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Алтайдың күмбетіндегі зар жылап қан кешкен жұмыла халық қуанышқа бөленді. Тау-тауға жалғасқаны сияқты ризық айдаса адамға адам қосылмақ. Жақындықты бүкіл ынтисат жан жарастығына, көңіл бірлігіне байлайды екен. Халқымыз толар сағынан қан кешсе де туған жер топырағынан аумай, әділетсіз патшамен тіресіп жатыр. Ел бастар серкелер кетіп, секейіп тасқа шыққан текешелер мен серкештер қалған сияқтымыз. Қан сұратпай-ақ бұйыратыны сіздерге аян ғой. Қолдарыңыздан келсе, құры қол жүрген бауырластарыңызға қару-жарақ сыйласаңыздар. Мұхтарам хат жолдаушы, Өралтай көтерушілері». Осылайша жазылған хатқа алдаберген ұста соққан Оспанның қолындағы күміс балтақ мөрін басып, Қалқашқа ұстатты. Қалқаш ақ торғын орамал шытқа ораған хатты бас иіп тұрып үлкен ілтипатпен алды да қойын қалтасына салды. Қалқашпен бірге Ғадылхан Қапар Шериазадан аттанбақ болып әбігерленіп жатқанда: «О, пірім, жасаған ем. Із доссыз кеткен дәкем тірідеші. Егіліп отырған елі, иіліп отырған шешесі мынау хабарды естісе, жүрегі жарылар ма екен? Апырай, тез барып сүйінші сұрасақ еді. Ақ түйенің қарны жарылған осы ғой. Әй Қапар, дәкеге сәлем айт. Менің атымнан баяғыда мен бас бәйгеге алған атанды бергем. Ұмытпаған болар», деді Ахметжан аңқылдап. Қашанда аузын ашса жан сайрайы көрінетін балуанның мына сөзі топты күлкіге көшірді. «Әттең, аңғал-саңғал балуаным-ай, дәкей дәм татқан дастарханның қайсы бірін жадына сақтап жүр дейсің? Халы кілем жапқан атан мен кежімді саңлақтар Сүгірбайдың босағасы мен белдеуінде бүгін байланса ертең ұмытып қалады деуші еді. Келіннің төркінінен мінер атына дейін қолқа салған Сүгірбайдан жаралған Дәлелхан қалай екен? Кім білсін? Сәлемнің ауырлығы жоқ, жеткізейін», деді Ғадылхан. Жоқ жерден бұтақ шығарған оның сөзін Сұлубай елемеген-сімегенімен іштей жақтырмаса да: «Ақ жол тілейміз, жеңіл барып ауыр қайтыңыздар», деп көбегенді аттандырды. Қалғандары арғы бетке жол алған жолаушылар кезең асқанша көз алмады. Қазақты көрсе тақылдап шариғат айтатын, хан зұлылықтарын көрсе тақуалық етіп заман ауқымын сөйлейтін Жанымхан қажы таяудан бері желқұм салған жабы сияқты кібіртіктеген күйге түсті. Үйге келсе ақ тамақтан кейін жастықты биік қойдырып, бір қырынан көзін жұмып жататынды шығарды. Күрсінеді, іштей күбірлеп әлденелерді айтады. Әттеген әйі, қулығында, залымдығында арттырып кеткенін қарашы. Іштей дал болып дөңбекшіп жатқан ол басын көтерді.
ауыз үй жаққа құлақ түріп, барсыңдар ма ей? Деді кіжінген, кісіліктенген Айбар байқатып. Мезгіл түске таяп қалған шақ еді. Ортан үйде тамақ қамымен жүрген Қызыл тоқал аяғының ұшымен ептеп басып қасына келді де: не болдыңыз? Басыңызды көтермеген соң көңіліңізді бұзбалық деп ауыз үйде отырмыз. Іштен шыққан Шанжар да уағы жеткенде ауыз алушы еді. Сіз дөңгеленгелі қашан сыр беретін шағыңыз жетпеді ме? Деп әлде-неге налығандай төмен қарады. Қырын қарап отырған қажы бетін түзеп: байының көңілін қатын табады, байының ішкі сыры мен қырында қатыны біледі. Немене, түк білмедің бе? Деді қатқыл үнмен. Қызыл тоқал адамға оңай оспақ, жылы шырай бермейтін қажының дәл қазір бет терісі тоңазып, кісіге сүзіле суық қадалатын сұрғылт көзі шатынап, шадыр мінезге басарын байқады да лезде жайындай жайтан қағып, тізесіне шынтақтай отырды. Еркеназ көрсетіп әзілмен сөз қозғады: мен көңіліңізді қаншалық табамын дегенімен таба алмай жүрген сияқтымын. Өйткені сіздің көңіліңіз дей беріп еді. Қойшей, қызыл шайтан, шатымай, шаруа бар, молдақан қайда, шақыр, деді қара мұртын сипап. Қызыл тоқал: бір молланың соңында 40 шайтан жүреді дегендей, соңыңызда көп қыз келіншек жүрген соң, дей беріп еді. Сырттан шыққан аяқ дауысы оның сөзін үзді. Тамағын кернеп келе жатқан Жалманбет екен. Қажы қуанып қалды. Көңілдесін көргендей Жалманбет Шақабай ішіндегі, әсіресе өзінің еңкі бөлегі ішіндегі тонның ішкі бауындай сырласы да біліктісі де еді. Әлденеге қысылып, ақылдан тарығып қалса, іздеп қасына баратын, қасына шақыртатын. Ол жағын толық білетін Қызыл тоқал да екеуі бас қосқанда үстеріне кірмей, ешкімді де кіргізбейтін. Сол қадет бойынша екеуі ауаша қалып ас үйге кеткен. Жас жағынан шамалас екеуі қатарласа отырып бір сәт ауыл әңгімелерін шертісті. Жанеке, деді Жалманбет қажыға тығырайған тығыршықтай денесін бұрып. Жағдай қалай? Тоқалдың қасынан шыға алмайтын болдың ғой. Тоқалды қойшы. Бұған да тойдық. Ел ішінде не аңыс бар? Өзің сөйлеш. Жалманбет арабша хат сауаты бар, осы ортадағы қазақ арасындағы ашық ойлы, алды-артты парлаған, жағдайы мысқалдап отыратын түрік құлақ адам еді. Мысық көзін терезе жаққа қадай отырып сөзін соза бастады. Ел ішіндегі аңысты айтып тауысу қиын ғой. Елдің өзіңе деген қарсылығы да, қарғысы да көп. Қашанда қауіп ағайын жұрттан болмақ. Алдыңғыларды айтпағанда осы ағзамның қазасында сенен көреді. Байқамасаң өзіңді жазым қылатын түрі бар, деп естіген көргенін ақтара отырып, тағы бір соны ақпардың шетін етті. Естіп жатқан шығарсың. Өралтайдың бүлікшілері Жанымхан Ханзуға сүйенсе, біз Моңғол мен Орысқа сүйенеміз. Көреміз кімнің күшті екенін депті. Қазақ ішінде құпиялық жата ма? Ұшқан құс соққан желмен жете ме? Әйтеуір гу-гу. Тағы бір хабарда шеріктерде бұрынғы тебін жоқ деседі. Осыларда ұрыстан жалыққан сияқты. Өткенде қу үйдегі соғыста шеріктердің қаны су шағыпты. Осыдан барып Оспанның інісі Дәлелхан мен 3 баласын қойшы, әйтеуір қамаудағы көп қазақты өлтіріпті. Осының бәрін сенен көреді, деп саптама етігінің қонышын тартып қойып қайта жалғады сөзін. Амал қанша? Көбігемен бірге Оспанның қатын баласын қайтара салсаң, бұл пәле өсек аяң басыңа үйілмес еді. Өр Алтайдағы бұзақылар сені жазым қыла ма деп қорқамын. Жанымхан сырттай күпейген батыр ұқсап көрінгенмен, тап осы арада суқаны ұша бастады. Тұла бойын торлаған үрейді сырласы, қандасы болса да Жалманбетке сездіргісі келмеді. Тамағын кенеп, өткір сұрғылт көзін төңкеріп қойып: О, тәңірім! Айбар мен Албастыға ынсап бергей, деді де, аят оқығандай біртүрлі құлаққа жағымды, жылы мақаммен ызбалап сөз қозғады. Сөзінің көбі ауыл арасының, Сарсүмбе қаласының ішіндегі ұсақ-түйек істермен сұйықтап кеткенін Жалманбет жақтырмады. Жанымханның сөзі таусылған шақта: Жанеке, менің де көкірегімде ашылмаған тұман сияқты бірді-екілі күдік тұр. Бірі ағзамның қазасы, оған қалайша өшігіп, қалайша аянышты түрде өлтіреді. Енді бірі осы үкімет Алтайды сұрап мәңгілік тұра ала ма? Ағзамды кім өлтірсе де қате кеткен.
Қайта оны қолға қондырып алса, елді шыжымдап ұстауға, қол топтауға пайдалы еді. Амал жоқ деп жай күрсініп, қара пүлістен сырып тіккен қазақы қара тақиясын қолына алды. Шашы қалың құйқасы қыртысты төбесін сипап Жанымханға көзінің астымен қарады. Төрт бұрышы бүтін дүние бұзылды ғой, деп Жанымхан ар жағынан ауыр дем алды. Ханзоға дінім үшін емес, күнім үшін жалданып жалбарынып жүрмін. Өзімізден үлкен, өзімізден зор бір ұлыққа арқа тіремесек, қара қазаққа тіршілік қайда? Ханзумен жағаласып жұмаққа шықпақ болған Оспан да түбінде марқадам таппайды. Естісек қазір ата жауы Моңғолға итаршы болмақ түрі бар сияқты. Bu da алжасқандық. Өзіңнен нені жасырайын? Қазіргі ұлықтар түбінде баяндап тұра алмағанымен, бұлар кетсе тағы біреу келер. Бұған бағынышты болғаның сияқты тағы біреуіне бағынышты боласың. Өралтайдағы әскери күш қаншалық басым болғанымен, Оспан мен Сұлубай таяудан бері өте тебінді көрінеді. Таяуда Сартоғай түнгі бекіністері 2 рет талқандалыпты. Жалпақтағы Жамбылда анда-санда шабуылдап тұрған көрінеді. Ал Шыңырау мен Шемішектегі әскери аттарды ұрлап кетіпті. Құйған жақтағы тыныштық азайып барады дегенді естідім. Жанымхан болса тоған мұң шағып тарыққан бейне байқатты. Бірақ ағзам оқиғасының қараңғы сырын ашпай, ішіне бүгіп қалған. Жалманбет бір сәт тіс жармай отырып қалған соң, Жанымхан қайта сабақтады сөзін. Сеніңше ендігі жерде қайтуымыз керек. Тағы да қандай ақыл кеңесің бар? Жалманбет 4 тамға тарылған, талай қыс пен жазды қабырға тамға жабысып өткізген қара кілемге арқасын төсеп. Менде қанша ақыл, қаншалық көріпкел қасиет бар дейсің. Сөйтсе де ойға алғанымды айта кетейін. Өткенде келген көбегемен Ғадылхан сені алдап кетті. Қулығын жылқының майы сияқты сүйегінен бір-ақ өткізді. Амал қанша? Көбегемен Ғадылханды ұстап қалсаңдар, Оспан мен Сұлубайды қос қанаттарынан айырылған құс сияқты алыстап кете алмас еді. Көбеген Сарсүмбеге сыймаған соң жырындылығымен Сұлубайға жағып, Оспанды ықтай жалдап Өралтайға би болу ойында арам ниетті жан емес пе? Деп сөйлеп кетті еді. Жанымхан кекеніп алып. Иә, енді осыған қоса ақылың болса, амал айлаң болса осыны айтшы, деп қалды оның сөзін бөліп. Иә, енді айтқалы келе жатыр едім. Бөлтірігін алдырған бөрі толық қанды ауыз болады. Оспанның қанды көмейінен тас тығу үшін Алтай мен Қобда арасында аса үлкен қанды қақтығыс тудыру керек. Дей беріп еді. Жанымхан тағы да үзді оның сөзін. Апырау, мынауың бір ойламағанда ойға түспеген шаруа екені, қақтығысты қалай тудыру керек? Жанымхан қатты қуанса, басқалар көңіліндегісін тапса, балаша мәздене қалатын. Ал көңіліне дық түсіретін, кір шалдыратын сөзді естісе, көзіне қан толып, қасқырша арс ете түсетін мінезін түсінетін Жалманбет. Өралтайдың өкпе тұсынан бірнеше айғыр үйір жылқыны қалқа жеріне өткізіп, ары-бері қуалап шекарада ойран-осыр тоғызып, бір жақтан жуықта өлген бір адамның сүйегін алып шығып қалқаның әскерлері өлтірді деп факт жазсақ, сонымен қосып, Моңғол жақтағы жылқы қуалап 1-2 адамын өлтіре алсақ, бұл қанды оқиғаны Алтайдағы жұңго үкімет емес, құйыршықтар тудырды деген қорытындыға келеді де, қалмақтар мен оспандардың арасына жік түседі. Сөз жоқ, даушар туады, деп ешкім есіне ала бермейтін жобаны көлденең тартып еді. Оған ерекше разы болған Жанымхан. Қысылғанда ақыл тауып қолтығымнан демейтін өзіңнен өзге жақынды таппадым ғой айналсамда. Мынауың бір табылған ақыл айла болды, деп Жалманбетті бірнеше күн қасынан жібермеді. Ұзақ-ұзақ кеңес құрып ақыл қосты. Жалманбет қайтарында. Жәнеке, деді де күлімсіреп қажыға қарады. Ұлық боп ел биледің, ұртым толып билік айтар шен бермедің. Тоқалға қарап шаңырақ басқан тоқал болып торқадан жейде кидірмедің. Әйтеуір сөзім алал, күшім алал, қай жерім арам екенін білмей жүрмін, деп бір жағы қалжыңы болса да көңілінде жүргенін күңк етті. Жанымхан оны арқаға қағып тұрып, сәңгілікті кіші лауазым демесең, 6 ай тынышталғанша аяқ лауға жарар еді, деді. Жалманбет бас изеп жолға шығуға дайындалды. Бұл кезде Сарсүмбедегі ұлықтар іштей арпалыста еді. Қолдарындағы меңгерген саясаты да күн санап сабынша бұзылып, жиылыс кеңес дегендерді күн құрғатпай өткізіп жататын.
Осындай бір кеңес үстінде Жанымхан Жалманбет үйреткен қулықты ортаға тастап еді. Бүгінгі кеңесте қабағы қыртыстанып, сіркесі су көтермей отырған Қаууәли ұйқысы қанып оянған балаша мәзденіп, өзін-өзі ұстай алмады. Орнынан ұшып тұрып, кемеңгерлік, ақыл. Осындай кемеңгерлігіңіз үшін Тубан сізге ерекше сенім артқан. Ал кәне, басқалар не дер екен? Деп кәбін мен дүгіржап орысқа кірпігін қадады. Басқалар тіл қатпаған соң Жанымхан Қаууәлиге сәл жымия қарап, бұл істі мен бастадым. Кәбін бейсі қостап моңғол ағайындардан бірнеше мықты жігіт сайласын. Қазақтардан да бірді-екілі мықты жігіт қосылсын деді. Бейне қыл көпірдің үстінде қалғандай кәбін мен дүгіржап бұлтара алмады. Кәбін Жанымханға үңірейе қарап, қара бүйе, қазағыңды қақсатып, енді бізге ауыз салдың-ау деген оймен іштей ширығып. Болды, қажы айтқан ақыл, көрсеткен нұсқау басқаларға жаққанда, менде ләппай деп қарсы алмасқа қақым жоқ, деп қолын кеудесіне қойып, Қаууәли мен Уаң Сілеңға алма-кезек қарады. Ол екеуі жай ғана езу тартып бас изеді. Арада бір апта өтпей, моңғол, қазақ, орыстан құралған 20-ға тарта сайлауыт ай қараңғы түнде жамылып қалқа жеріне өтіп те үлгерген. Жаз бойы көтерілісшілерді сары ізіне шөп сала өкшелеген Леушіжан қолы қу үйдегі жеңілістен бері тікелей шабуылдан шегініп, алдағы құрар қақпан шығар тұрғыға дайындық жасады ма екен, бой тасалап қалған еді. Оспан да осындай орайда маңында жүрген серіктеріне бір сәттік тыныстау берді де екі қызылдың етегіндегі ата қонысына ауылын қондырды. Бірақ ол әнеу күні қалқа жеріне жіберген елшілерінің кешіккеніне іштей алаңдаулы еді. Бір тәуірі кеше Сұлубай Арыстанбектер келгелі көңілі көтеріліп қалған. Мезгіл сәскеге таянған шақ еді. Жаратылыстың жазғы салтанаты таусылып, жер ана жасыл қамқасын сыпырып тастап, сарала тон жамылған. Бүкіл табиғат сүркей тартып, шар айнадай төңкерілген көк жүзін сұры бұлттар бүркеп, бір түрлі көңілсіз жай байқатады. Табиғат осындай көңілсіз жүдеу түске ауысқанмен, бұйрық күткен сарбаздар бар іске сақадай сай еді. Осындай кезде қалқа жаққа кеткен Қадылхандар келді деген хабар жетті. Оспанның үйіне отырғандар қотарыла сыртқа шықты. Ердәулеттің артынан ере шыққан Сұлубай мен Оспанның қасына жасы үлкендер замандастары мен жас серіктері де самаладай болып қатарласа тұрды. Осы кезде екі қызылдың шығыс жағындағы бота мойнақты қабырғалап түсетін жалғыз аяқ жолмен құлдап келе жатқан адамдар қарасы көрінді. Таптаныш тұнып тұрған ауаны бұзып, саңғырлаған адам дауысы мен ат тұяғының дүбірі естілді. Сөт пісірім сәтте Оспанның ауылының үсті адамға толып кетті. Қалқа жақтан келген қонақтарды Қапардың үйіне түсіріп, көбеген Оспан Сұлубайлар ауаша отырып, қонақтармен әңгіме дүкен құрды. Дастархан үстінде Қапар қалқа жақтан келгендерді атын атап, түсін түстеп тұрып таныстырып шықты. Осылардың жуан ортасында отырған Қалқажан деген өкімет қызметкері екен. Сөзді алдымен осы бастады. Келісімді уақытта келе алмағанымыз үшін сіздерден кешірім сұраймыз. Ойламаған қанды оқиға толып кешігіп қалдық дегенде, әлгінде Сұлубай өзі ертіп бірге кірген Арыстанбектің санын ақыры мытып қойды. Қанды оқиға дегенге бәрі де елеңдесіп қарай қалып еді. Апырау, азат болған, бостанды қалған сіздерге қандай қанды оқиға? Қандарың ағып таусылды дегені қайда? Деп көбеген томаға көзін Қалқажанға төңкеріп ырғалып қойды. Иірілген ұзын бойлы Қалқажан жай езу тартып жымиып алды да: біз енді қан ақпас деп бейбіт жатыр едік. Осы сіздер жақтан мал қуғандар келіп шекараны шаңдатып, бейуаз бір-екі адамды өлтіріп кетті. Осы лаңды басамыз деп жүріп кешігіп қалдық. Ал біздің үкімет сіздермен ішкерлеп әңгімелессек, Сұлубай Оспандардың өздері келсе деген сәлем айтты дей беріп еді. Қадылхан оның сөзін бұзып: мұндай болғанда шатақ екені, мынау тіпті үлкен шатақ қой тегі. Сонда бұл пәлені кім тудырған болды? Біздің жақтан көретін сыңайларың бар ма қалай? Деді. Қалқажан асықпай саспай салмақтап байыппен сөйлейтін кісі екен. Маңайындағыларды бір шолып өтті де, кейін бір жағына шығарар деген оймен жылы жауып қойып қойдық. Сіздермен дәм тұзымыз аралас, қойымыз қоралас көршіміз. Ең алдымен елдеріңізді бостандыққа шығару үшін жақсылап тоқтам жасассақ,
Қару-жарақты біз бодаусыз бергелі отырмыз деп бір тоқтап алды да қайта сөйледі. Менің сүйегім шеруші болады, Дәкей жіберді. Қапар апарған қағаз көрді. Шойбалсан деген көсеміміз бар. Дәкей сонымен ақылдасып, сіздерге қару-жарақ жібермек. Оның сөзі айтақтаған соң ешкім ауыз ашпап еді. Сұлубай: қару-жарақ берсеңіздер, құнына шыдап алар құдіретіміз бар. Ер мойында қыларқан шірімейді деген. Бүгін бере алмасақ ертең қайтарамыз. Ал енді әлгі қанды оқиғаның мән-жайын толық ұғынғандарыңыз жөн. Оны мұны Арыстанбек айтсын дегенде барлық адам аң-таң болып Арыстанбекке қарады. Орта бойлы ақсары өңді Арыстанбек бұл топқа бейтаныс жан сияқты еді. Былтыр қыстан бері Сарсүмбе жақтан ақпар тасып, ниеттестік білдіргелі Оспан оған бейімделе бастаған. Ол сөйлегенде Оспан көз алмай қадала қарап отырып қалды. Арыстанбек көрген білгендерін байыппен сөйлеп отыр. Өңі жылы, даусы жағымды, оған барлық адамның ықыласы құлаған еді. Біз сіздер сияқты қан майданға шығып атыспағанымызбен, Сарсүмбедегі үкіметтің ішкі сырын ұғуға, әсіресе ел ішіндегі тыңшылары мен сенімді серіктерін қолға түсіруге тор құрғанбыз. Сұлтан бір күні маған Жалманбеттің Сарсүмбеге жұма сайын баратынын жеткізді. Сосын біз оның қайтар жолы деп қаланың бас жағындағы шөжектен жол тостық. 3-ші күнге айналғанда қасында сақшы серігі бар Жалманбет келеді екен. Тоқтаңдар деп Биекең бесатарын кезенді. Кең шатқалдың тарғалаң жолында бейғам келе жатқан олар еріксіз қол көтерді. Қарусыздандырып тінтіп болған соң Бейсұлтан: Қабылаға қарап отырып, көрген білдергендеріңді түк қалдырмай айтасыңдар. Жалманбет, кәне сөйле. Жанымхан не тапсырды? Сен қандай закон үйреттің? Бәрін айтасың. Егер өтірік айтады екенсің, ағзамның аяғын құшасын. Басыңды кесіп, қара жолдың шетіндегі қарағайға іліп кетемін, деп жан алқымға алып еді. Алғашында қоян бұлтаққа салмақ болған Жалманбет жан тәтті екен, бұлтара алмады. Моңғол шекарасындағы қанды оқиғаның сырын толық ашты. Сонымен оны көтерілісшілер тудырмағаны белгілі болды деп тоқтады. Сұлубай осы қауымға Арыстанбектің ықпалын қалай өткізсем болар екен, сенімім қайтсем, күшейтсем болар екен деп жүретін. Мына әңгімеге басқалардан гөрі Оспан мен Ғадылхан ерекше ілтипат көрсеткенде иығы көтеріліп қалғандай болды. Қапар: ойпыр-ай, кәпірдің қолынан келмес жауыздық Жанымхан мен Жалманбеттің қолынан келеді екен ау, деп күрсінді. Мынадай қанды оқиғаның байыбына барған соң Моңғолия жақтан келгендердің де Оспандардың да көңілі жай тауып, алдағы жұмыстар жайлы Сұлубай сөз бастамақ еді. Сыртқы шаруаларды жайғастырып жүрген Қараман келіп, Шіңгіл жақтан келетін қонақтардың ортасында Жәнібек батырдың шөпшегі бар екен. Олар Жәнекең батырдың ақ туын ала келіпті. Ақсақалдарға, батырларға көрсетпек деді. Сұлубайдың құлағы елең етіп, толқыны жоқ, шымырлап қана жылып ағатын өзенге әлдебіреу тас лақтырғандай жүрегі толқып кетті. Оспанның 40 шелпек пісіріп, шәйттерге қатым түсіртем деген ойының ұлан-асыр қимылға айналарын Сұлубай көңілінің бір бұрышына бүгіп қойды. Ол Қараманға бұрылып: апырау, бітер істің басында жақсы келер қасына дегендей, бүгінгі дастарханға қалқадағы туысымыз келгеніне Жәнекеңнің ақ туы айғақ болса егеді. Шіңгіл жақтан кімдер келеді екен? Деді. Қараман мықынын таянып тұрып: қайсы бірін айтайын? Ақынбек имам, Әлқайдар, Тоқтарбай, Өскенбайлар бар екен. Кәнеки, алдарынан шығасыздар ма? Дегенде Қапар орнынан тұрып: шығайық, Қалқажан сынды құтты қонақ келгенде Әлқайдар бастаған батырлардың дастархан шетінде бірге отыруының өзі ниеттің түзулігінен болар деп Қараманға ілесіп сыртқа шықты. Сұлубай сәлем беріп Ақынбек имамның атын ұстады. Олар аттан түсіп жатқанда Мемей бастаған әйелдер дауыс айтып еді. Ақынбек жайланып отырған соң ұзақ аят оқыды. Мемей бір рет қана дауыс шығарды да бетін басып дауыс қылмай отырып алды. Ақынбек бастаған топ аң-таң күйге түсіп, қысқаша ғана көңіл айтты. Әлқайдар молқы әулеті болғандықтан ғана емес, кінәсіз сәбилердің қазасына қайғырып қасірет құсып жүретін. Мемейдің бір рет қана дауыс шығарып, қайта жақ ашпағанын жақсылыққа баламады. Әлқайдар жас кернеген жанарын қара жамылып отырған Мемейге бұрып: Мемей, жайқалып тұрған көкті мезгілсіз жұлып, ашылып тұрған гүлді мейірімсіз таптаған, жемерлердің желкесінен қиылғанын естуіміз бар.
көргеніміз де бар. Болмас іске болаттай берік бол, бізде қайғы-қасіретің ортақпыз. Амал не? Мына заман жолымызды кесті, уағында келе алмадық, ғапу сұраймыз деп жөнін айтты. Дастархан жайылған соң ми шай құя отырып, жаумен жағаласқан қазақ ұлының бәрі батыр сияқты сезілуші еді маған. Оспанмен туыссың, маған қайынсың, қайын болғанда да батыр қайынсың. Елі үшін жанын қолына ұстаған сендерге айтар қандай өкпе болмақ. Амал қанша? Іштен шыққан шыбар жыланнан айырылып, өзегім өртеніп отырған күйім мынау. Кәпірдің қылышының жүзінде арам өлгенше өзенге түсіп өлейін деп едім. Толқын айдаған сал құсап жағаға шығыппын. Ажал құрғырдың құрығы маған жетпеді. Өлінің күйігін тартсам армансыз едім. Қатын баласы қараңғы үйде жатқанда біреулердің сайтан жолына түскені қасіреттен арман күйдіріп барады деді де сөзінің аяғын жұтып егіліп еңіреп жылап жіберді. Әлқайдар осы үйдің отбасындағы қасірет тұманы серпілмей қайта шапшып шаңыраққа бой созып бара жатқанын қуышы сезді де, Мемей-ау, күйік өзегіңді өртеп тынбайды, жаныңа қауіп салады. Басыңа не түссе де көтер. Жылмас тұман арылмас жер болған ба? Буыныңды бекіт, отбасындағы басқа кикілжің неге тұрады деді. Мемей қаралы кірпігінде дірілдеп тұрған бірнеше тамшы жасты саусағымен сыпырып тастады да бүйірін таянып ауыр күрсінді. Оспанның үйінің іші сыртын қоршаған қауым тарамай тұрған сәтте Сұлубай Қапарды, Арыстанбекті қасына шақырып алды. Манадан сөзге араласпай өз ойымен отырған Оспанға, басқа сөзді қоя тұралық. Ел-жұрт Жәнекеңнің туын көрсек, Сүлеймен бастаған шәйіттердің қаралы туының орнына Жәнекеңнің ақ туын тіксек деген тілек білдіреді. Разылық етсеңіз деп ілтипат білдірді. Оспанның жүрегін сыздатып келе жатқан қасіреттің салмағын Мемейдің ілгіш сөздері ауырлатса да сыр білдірмей іштей құсаланып отырған. Қалың қасы жапқан қабағын көтеріп ырғалып қойып, онан соң салмақты әуенмен: Жөнекең Сұлукей, қабырғамыз қайысып, білегіміз майысып тұрған сәтте Жәнекеңнің туын шығару бізге таусылмас күш-қуат, ақыл-парасат болмақ. Әй Шерияз, қайдасың? Малдарды әкеліңдер, деді де ортасы дөңестеу кең маңдайын сипап қойды. Әлқайдар сыртқа шығып көп айналмады. Батырдың шөпшегі Зарқұмарды ертіп келді. Қолтығында қысқа буылы түйіншегі бар, өкі көз, қоңқа мұрын, жыртағар сат жақты қара торы, шырайы суық кесек тұлғалы батыр әулеті жан-жаққа сүзіле бір қарап өтті де Ақынбек имамның оң жақ тізесіне таяна отырды. Әппақ имам киізге шандып орап тастаған аруақты атадан қалған қасиетті ту тап осы сәтте тулап толқып шыға келетіндей барлық көз оған қадаулы. Барлық адам тіл кескендей үнсіз қалды. Осындай топ жиылып бас құраған кеңесте Сұлубай мен Оспан алғы сөзді Көбегенге беретін. Бұл қадет қазірде бұзылмаған екен. Екеуі жарыса Көбегенге иек көтеріп ілтипат білдірді. Көбеген орнынан баяу қозғалып, иегінен тартып құлағының түбіне дейін дөңгелентіп қойған қара сақалын салылап сипап қойды да Зарқұмарға онан соң көпке көз салды. Кемшақ ойланып қалды. Оспанның қашанда алғашқы сөз кезегін қарақас молқысына бермей өзіне беретініне берекенің белгісі санаушы еді. Осындай айламен көпті өзіне қаратқан Оспан да Өр-Алтайдағы қарақас пен молқы мынадай алмағайып заманда атаулы ру Жәнтекейдің оң жамбасына шынтақ тіремесе болмасын түсінетін. Өр керейінің құрметіне бөленген Көбеген де сынбасына иілмейтін қарақас молқы сынды жанкешті батыр халықты арқа тұтатын. Олардан асып дара билік айтпай бір қолын қарақасқа, бір қолын молқыға сүйеп сүйеніш санайтын. Айтар сөзін ойына түйіп алған соң Өр-Алтайдың еркек кіндікті азаматтар ереуіл атқа ер салып бостандық үшін жанын қолына ұстап жүргенде Қалқа жерінен Қалқажан бастаған елшілермен Жәнекемнің қасиетті ақ туын алып оның шөпшегі келіп отыр. Қолға қол қосылуы Құдай тағаланың қолдауы болар. Сонау Қабанбай мен Жәнібек заманында қанды қырғында тұқымы құрымаған қазақ баласының тұқымы енді қайтып құриды екен. Шеттегі бос жырымы да өмілдірік құйысқаны да жоқ шың жендеттің кеудесін тас басар шақ жетті. Қабанбай мен Жәнібек те дәл біз сияқты көше соғысып, соңында хан ордасының шаңырағын көтерген деп тершіп кеткен кең маңдайын тебінгідей алақанымен бір сипап алып қайта жалғады сөзін. Ей Алла тағала,
Күш берсең білекке емес, білекке беріп, береке бірлікке бер. Ер азамат кәрі жасымды Жәнекемнің туының астына топтай көр. Көбегеннің сөзіне жиылған топ Берекенің бенті сияқты қарияның айтқанына көніп, Зарқұмарға қайта көз салды. Онысы туды қашан шығарар екен деген үміт еді. Осы үмітті алдымен Қараман білдірді. Жәнекемнің ақ туын көрсек дейміз. Көрелік, қасиетті туды көзімізге басалық. Иә, көрелік киелі ата мұрасын, деген дауыстар тұс-тұстан жамырап кетті. Бұл жердегі үлкендер қайта тіл қатпаған соң, Зарқұмар ақ ту ораулы Иман-Киезді қыса ұстап Сұлубай мен Оспанға: мына жеріктер қазақтың тұқымын құрта алмайды дегенімен, атқа мінер азаматтармен қызғырқын қатын-қалашқа қандаузын сала бастады. Жалды ат, қомды түйелерді де қоятын емес, тіпті кемпір-шалдар мен балаларға да тез тырнағын батыратын сыңай байқатты. Сонымен атамның ақ туын көтеріп өздеріңді арқа тұтып келдік. Ерлігіміз бе, ездігіміз бе мен білмеймін. Өз басым жауға оқ атқанды қойып торғайда атып көрмегем, деп еді Ғадылхан. Жөн екен, осылай болғаны жөн, деді. Зарқұмар қалың ернін ішіне жымырып, сылп еткізіп бір тартып қойды да: мына ағайындар туды шығар деп отырған қиылып, екі түрлі шартым бар, деді. Айта беріңіз, айтыңыз, орындаймыз, десті көпшілік. Бірінші шарт, ту шығарардан ілгері Ақсарбасқа бата тілейміз. Ақсарбас айтып соймасақ та ат аруағы разы болмайды. Ой пұрым, сөйтет, қасиетті ғой жарықтық. Қаһарынан қара жер қағайырла жаздаған Жәнекемнің туыны айтып соймасақ, Ақсарбасты енді қашан айтып соямыз? Өйтпесе киесі атады, деп гу-гулеген дауыстан кең алапты кернеп алды. Бір шартын көп ұйғарымнан өткізіп алған соң, ол шақпақ ұшқыны сияқты бір жарқыл жылтылдаған үкі көзін бір ашып, бір жұмып, екінші шартын былай деп алға тартты. Батыр атамның туын көтерсе, Оспан көтереді деп ырымдап әкелдім. Бір кезде Сүлеймен мен Мусаның алдында жауығысқаны сияқты естісем, Оспанның алдында да жауығысты. Аш арық халыққа ас, жаяу жалпыға ат көлік тауып беріпті. Тап осы араға келгенде халайық шұрқырап шуласып кетті. Айналдым қасиетті ат аруағынан. Аруақ қой салып тұрған аузына. Оспан көтермеген туды, Сұлубай көтермеген туды кім көтереді? Ал ошың, аруақты батырдың ақ туын шығарамыз. Кәне, ниет білдір, деді Сұлубай Оспанды шынтағымен оқып. Оспан түндігі оң жағынан қиғаштай ашылған бір күлдіреуіш шетінен жарылып сынған шаңыраққа бір қарап алды да көзін қайта төмендетті. Алла риза, мен риза пейілдеріңе. Қазір қасірет қайғы басқан қу басым ыңғы-дыңғы күйде тұр. Жәнекемнің туын мен көтер алмаймын. Шеп бұзып шеріктің бетін қайтарған Сұлубай көтерсін батырдың туын. Егер молқы баласы көтерер шарт болса, Әлқайдар мен Қапардың бірі көтерсін, деп бас тартып еді. Жаудан жасқанған жарық көтермес болар. Жауға қарсы халықтың жарығын көтердің, енді Жәнекемнің туын да өзің көтересің. Білекке білекті, тілекке тілекті қосып, еңіреген елді азаптан құтқарғалы келдік. Жалтарма ошың, Сұлубайдың қолы бір басқа, бұл реткі жол сенікі, деп Ақынбек имам кесіп айтты. Бірақ Оспан тағы да үндемеген соң Ақынбек имам: мұсылман қауымның көкте тәңірісі болса, жерде әміршісі де болады. Бүгінгі абақ баласы қан майданда оқ атпаған, кеңесте отырып кесік айтпаған жігітке тізгін беруден кетті. Халық саған қарады, сен жерге қарама, бола ма, деп тақымдап та тақпақтап та Оспанды алға жетеледі. Халықтың қалауы Оспанға еңсесін басқан қасіреттен де ауыр сезілді. Ол түнер ұзақ отырды. Ой қорытып бір байламға келді-ау деймін. Жырта қарыс жағына орай-орай өскен жақ сақалынан тартып, егіне дейін бір сипап қойып: ағайындар-ау, ауыр жүк арқалар тарыққан жол сілтер күйім жоқ қой. Сүйреп қосқан тазы түлкі ала алмайтыны сияқты, зорлағандарыңмен ертең жүкті көтере алмасам қайтесіңдер? Сүйремегендерің де жөнеді, десе де шешім мен сенім халайықта ғой. Тұтқаны ұстауға шамам келмей жатса, осы отырған өздеріңізге сүйенермін, деді. Жұрт ақсақалдары Оспанды ләйліге көндірген соң у-ду саябырлай бергенде, малға кеткен шерияздан бұрынғы кесім бойынша биылғы қар суымен жіберілген жыра салып тойынған тоқпан жал торы төбел 6 жасар атты әкелдіп көлденең тартты.
Бүгінгі ас суға міндеткер Ғадылхан Залың үйдегілерді бастап сыртқа шықты да бас-аяқты бір шолып өтіп: «Уа жамиғат!» деді. Кең кеудесін тік ұстап, оның зор дауысы күздің сары сағымы бұлдыраған алыс-алысқа, тіпті көгілжім мұнар шекпенін жамылған жартастарға ұласып, кең даланы жаңғыртып жіберген еді. Барша жан оған құлақ түріп тынып қалған сәтте, мына тортөбел аузымен құс тістеген саңылақ сүкеңнің қазанаты еді-ау. Жылға жуық кісі тақымы тимей тұл болып бүгінгі күнді күткен. Бұл тек бір батырдың ғана емес, күллі шәйіттерге бағышлаған Құран хатымға шалынғалы тұр. Кәнеки, Аққан имам бата беріңіз деп алақан жайғанда аттың солығынан ұстап тұрған Шерияздан: «Илахи аумин!» деді қол көтеріп. Бұл күндері шаш-сақалы ағарып, ат жағы суалып, сырқат меңдетіп еңсесі түскен Ақынбек имам топ ішінде аз сөйлейтін болып алған. Бұл жолы Оспанның үйіне көңіл айтып, ескі көз ағайындарымен дидарласпаққа келген. Мынадай келелі кеңес олағатты істің үстінен түсем деп ойламаған. Салтанатты сәтті бос жібергісі келмеді білем. Қолын биік ұстап, жиылған топқа жағалай көз салып: «Уа жұмыла керей оғылы, жұмыла қазақ әулеті!» деді. Алтын кезді қап ішінде шірімейді дегендей, Жәнекемнің ақ туы жер бетінде қазақ баласы құрмайынша өз қасиетін жоймайды. Заманы аунап құбылған сайын аруағы ерлік айбынын арттыра түсер. Соның көзге басылар айғағындай шал иттерге иман тілеу, Жәнекемнің аруағына сыйыну үшін мал айтып сойып дұрыс ниет білдіргелі отырмыз. Алдымен батырдың туын шығарып, киелі тудың саясында қол жайып тілек тілелік, болашаққа үміт байлалық. Имамның дауысы жарықшақтанып барып булыға жөтелді. Бұрынғы отты көзін ауру тұманы бүркеп алғандай оты өшкіндеп қалған екен, жаусарып кетті. Осы әредікте зарқұмар ақ құрмен түйіншектеп байлаған ораулы туды шешті. Халайықтың көзі ақыретке ораулы туға түсті. Ақыреттің ішінен тудың тулаған, қыбырлаған қимылы әйтеу бір дыбыс жеткендей болды халайықтың құлағына. Зарқұмарда көз байлағыш шапшаңдық бар ма, әлде Жәнекең аруағының қасиеті ме? Әйтеу көзді ашып жұмғанша ақыреті өзінен өзі ашылып батырдың туы көрінді. О, жасаған ием! Киелі батырдың жеңіске бастар ақ туы ақыреті өзі ашып шықты ма қайтты? Иә, өзі шықты. Құдіреті күшті аруақ, қолдай көр, пақыр халқыңды десті.